әріптесіңіз Ринат Зайытов. Енді өзіңіз білесіз, ол баста былай деді, халықтан кешірім сұрады, тізерледі, заңды оқимын, сосын партия құрам деді. Алатау бағанағы нені басқарды. Содан кейін барып өзім мажоритарлық жолмен өзім депутат боламын, халық дауыс берсе деді. Жақсы дедік. Мен өзім сол сөзінен кейін бергім келіп отқан, Ерекеңе барып берейінші деп. Эфирді көріп отырса Ерекеңе дұғай сәлем, сұхбат берем деді. Ол мен болып кетті. Алғым да келмейді сұхбат ол кісіден бұдан кейін. Енді қазір өзіңіз білесіз қай партиядан түсіп отқан депутаттыққа. Сондай әріптестеріңіз сондай бір қылықтарын көргенде қандай видео болса, енді шынайы жауап беріңізші енді сіз. Мен бар ғой, шынымды айтайын, мен жаңа айттым ғой, саясатқа жалғақты адаммын дейді. Мысалы үшін маған бір адам айтады, депутат боласың ба дейді. Мен айтамын, мен депутат болсам халыққа дым пайдасы тимейтін депутат боламын деймін да. Менің мына Инстаграмда тікелей эфирде отырып айтқаным әлдеқайда пайдалы деймін да. Елі жұрт әркім өзінің қай жерде пайдасы тиетінін білу керек деп ойлаймын. Ринатты айтатын болсақ, енді барлық өз әріптестеріне шаң жұтпайды деп ойлауыңыз да мүмкін, бірақ енді мен ойлаймын, сіз енді ақиқатқа тура қарайтын адам ретінде менің сөзімді кеспей бұрмай қалып алып та бересіз деп ойлаймын. Ринаттың айтыстарын қарап отыратын болсақ, Ринат ешқашан бір биліктен, біреуден қорқып қалған адам емес негізінде. Ертеңгі күннен бастап мен партия құруды қолға аламын. Ертеңгі күннен бастап мен барлық заңды жатып жаттап сіздерге не істеу керек екенін бағыттауға тырысамын ағайындар. Біздің барлығымыз қаншама айтыстарда, енді ақындар жақсы біледі, жинап алып мынаны айтпаңдар дейді, нақты тапсырма болады. Бәрімізде болады, ой болды айтпаймыз дейміз да. Бірақ Ринат ешқашан сондай неге бағынбаған адам. Ешқашан бағынбаған адам. Мысалы үшін айтуға болмайды. Тіпті облыс әкімдері де көрсе біледі ғой, кімді айтып отырғанын айтпай ақ қояйын. Қаншама жерде облыстың әкімдері алдын ала шақырады, қонақ қылып күтеді, сосын айтады, енді осы жағын айтпай ақ қой. Ринат тура соны келбетесін айтады да жіберетін. Тіпті осы біздің басшылықта Астанада үлкен айтыс болып, сол жерде үлкен кісілер болады, байқаңдар, айтыс дейтін жауап ұстауы мүмкін деген кезде осы Ринат бейбасына сол жерде сондай айтыстар жасаған. Енді атын атап түсін істемей қойын, талай адамдар залдан тұрып кетіп қалған сондай жағдайлар болған. Мен ойлаймын, енді Ринат осы партияны пайдаланып та барлық өзінің принципіне қарсы шығыпты ғой енді. Қарсы шығып осы жерге қайтсе де парламентке жетіп, депутат болған қандай болғандығын көрсетемін деп отырған шығар деп ойлаймын. Өйткені ол айтыста өзінің бағытынан еш ауытқымаған адам да. Ол депутат болғанда да ауытқымайды деп ойлаймын. Алла білуші, енді ол туралы Ринат мынандай депутат болады, бүйтеді сөйтеді деп мен ол үшін жауап бере алмаймын. Ақсуатта осыдан 5-6 ай бұрын Дулат Тасекеев мырза керемет айтыс ұйымдастырды. Сол кезде Ринаттың мына сөзімен есімде. Нұр Отан деп одан кейін бұған дейін болғандар жалған деп ең. Нұр Отан аманат болып кетті бүгін, қаңтарда болған себеп салдарменен. Ол өзі кімнің аманаты артында мұның қандай мән бар дерем. Бағыты ағысының ауыспайды, өзеннің ат өзгере салғанменен, ат өзгеріп қалғанменен. Ішінде сол баяғы персонаждар жазуларын өзгерте салғанменен. Төркінге барар жолын ұмытпайды ау, әйелің фамилияңды алғанменен айқай-ау. Өз сөзіңіз қарсы шықпады ма? Менің ол сөзін естімеппін, шын айтсам. Шын айтсам естімеппін, бірақ енді Ринатпен өзімен сөйлеспегеннен кейін, оны не мәжбүрлегенін білмеген деген ештеңе айта алмай тұрмын да. Бірақ мен ойлаймын енді, осы қайткен күнде де қандай жолмен болсын осы парламентке жетіп, өзінің бір керемет бір мықтылығын көрсетейін деп отырған шығар деп ойлаймын да. Қазір енді көптеген адамдар ой сөйтіп жатыр, мен енді әлеуметтік желіден қарағанда кеше былай айтып едім, солай айтып едім деп елдер енді өте ауыр сөздер айтып жатыр. Бірақ мен ойлаймын, ертең жаңа парламентте отырып Ринаттың айтқан сөзін естіп, әңгіме дұрыс жасаған екен ғой деп қуанатын күн болатын шығар деп ойлаймын. Егер сайланып жатса әрине. Сол күнді бірге көрейік ендеше.